Бұл Рамазан айы бізге Алла тағаланың берген сыйы, жақсылықтарға, тақуалыққа қауыштыратын ең берекесі мол ай. Сондықтан осы Рамазан айын Алла тағала Құран кәрімде бізге Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун. Ей иман келтірген мұъминдер, сендерден бұрынғыларға ораза парыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді, әрине тақуалыққа жетулерің үшін деп айтқан. Осы аяттан біз көреміз, бұл оразаның орны өзге құлшылықтардан бөлек екендігін көреміз. Ерекше етіп Алла тағала бізге әдейі парыз еткен бұны. Бұл оразаның қадір қасиеті адамды жамандықтан тыяды. Ең үлкен қадір қасиеті адамды тақуалыққа жеткізу дегені Алла тағаланың көріп тұрғандығын сезінуге алып келеді. Яғни бір адам ораза ұстаған болатын болса, оны ешкім көрмейді жан жақтағы адамдар. Сондықтан адам жамандық істерінен тыйылып, Алла тағаланың өзін көріп тұрғандығын сезінуі. Осы ең үлкен қадір қасиеті. Және адамды жамандық жолдарынан, азғындық жолдарының баршасынан тосуы. Осы нәрсе негізгісі болып есептеледі. Және де осы Рамазан айы адамды сабырлыққа, тақуалыққа үндейді. Мына Құран кәрімді бастан аяқ оқып өту дегенде осы айда халықтың жаппай кірісуі, өйткені Құран түскен ай болғандықтан адамды жақсылыққа жетелеуі. Жақсы, рахмет. Жаңа сөз арасында тақуалық деген айтып өттіңіз ғой. Жалпы тақуалық деген ұғымның аясы кең екені белгілі. Соны тарқап айтып берсеңіз. Бұл тақуалық деген сөз ислам дінімізде Алла тағаланың әмір еткен нәрселерін орындап, жаман деп тыйған істерінен қашып жүрген адамды тақуа адам деп айтады. Бұл тақуалық деген нәрсе адамды Алла тағаланың алдында жетістікке жеткізу үшін әмір етілген бізге. Осы тақуалық жолын ұстану деген. Кез келген істе адамды ең кемін ғана жасай салу емес, көңіл толтырарлық нәрсесін жасауы, және арам нәрселерден барынша қашып жүруі. Бір сахаби келіп Хазірет Омардан, ей Омар, тақуалық деген не деп сұраған уақытта, ол кісі айтады, сен тікенді жолдармен жүріп көргенсің бе деп өзінен сұрақ қояды. Я дейді, қалай жүрдің дейді. Сонда аяғымды байқап басып, киімдерімді тартып, тікендердің арасынан жиналып өткем дейді. Міне тақуалық деген осы деген. Яғни жаман істерден өзін сақтанып, үстіме тіпті жұқпасын деген нәрселермен де аулақ жүруін тақуалық деп бағалаған. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Алланың оған игілігімен сәлем болсын, өзінің бір хадисінде Рамазан келгенде жәннат есіктері ашылып, тозақ есіктері жабылады, шайтандар кісенделеді дейді. Осы хадистің мағынасын халыққа түсіндіріп берсеңіз, өйткені кейбір адамдар тура мағынасында түсініп қалуы да ғажап емес. Бұл хадистің негізгі түсіндірмесі жәннаттың есігі ашылып, тозақтың есіктері жабылуы, шайтандардың кісенделуі деген нәрсе тікелей ораза ұстаған адамға қатысты дүние. Ал оразасын ұстамай, жамандықтан аулақ жүрмей, оразаға мән бермей жүрген адам бұрынғы жүрісімен жүре береді. Оған тозақтың есігі ашық деген сөз. Яғни сақтанатын, осында жәннатқа кіру мүмкіндігі көп туған ай деген сөз. Тозақтан ұзақтатылатын ай, шайтанның адамға үкімі жүргізе алмайтын ай, бұл ораза ұстау арқылы болады. Алла тағаланың әміріне бағыну арқылы болады. Ал егер Алланың әміріне бағынбастан, оразаны ұстамастан, бұрынғы жүрісі қалай болса тура солай жүрген адам болатын болса, оған ешқандай өзгеріс жоқ деген сөз. Яғни ораза ұстау арқылы уассияму джуннатун деп айтады хадисте. Яғни ораза қалқан деген. Бүкіл жаманшылыққа қалқан дегені тозақтан ұзақтаттыратындығы, тозақтың есігін бұған жаптыратындығы. Осы арқылы жақсылық істермен жәннатқа кіру оңайланатындығы. Шайтандар Алла тағаланың әмірін орындап жүрген адамға үкімін жүргізе алмай қалады. Ораза сондай бір қасиетті іс, көрсеңіз адам бұны сырттан көрсете алмайды. Егер өзі рия жасап бір нәрсе істемейтін болса, көрсете алмайды. Тек қана не екен, тіпті ораза ұстаған адам Алла тағаланың көріп тұрғандығын соншалық сезінгендігі, аузын шайқаған уақытта тамағынан өтіп кетпесін деп соншалық байқайды. Алла тағаланың көріп тұрғандығын сезінуі, міне осы арқылы жетеді тақуалыққа. Міне сонда ғана осы хадис бұл ораза ұстаған адамдарға өтімді болады, соларға арналған сөз болады. Бұл хадистің негізгі түсіндірмесі ретінде ғалымдарымыз түрлі пікірлерді келтірген. Яғни жәннаттың есігі ашылады дегені адамның жақсылық істеуге мүмкіндігі мол болған ай. Осы жәннатқа жақындастыратын істердің, жәннатқа кіру оңайланатын жол болғандығы үшін осы ораза ұстау арқылы осы айда жәннаттың есігі ашық болады деп айтылған себебі осы еді. Өйткені осы айда ораза болған адам басқа харам істерден аулақ жүргендігінен, Құранды көбірек оқығандығынан, көбірек истиғфар тілеп жүргендігінен жәннатқа жақындай түседі. Жәннаттың есігі бұл адамға ашық. Ал жаңағыдай жақсы істерде жүрген адам жамандықтан аулақ қашық жүргендігі үшін тозақтың есігі бұл адамға жабық дейді. Өйткені тозаққа баратын жолдардан адам ұзақ жүру үшін. Ал енді жоғарыда айта кеткеніміздей, шайтандар кісенделеді деген сөз тақуалық жолын ұстанып, оразаға бекем болып, Алла тағаланың көріп тұрғандығын сезініп жүрген адамға шайтанның үстемдігі жүрмейді деген сөз. Шайтан сондықтан кісендеулі дейді. Ол адамға қарсы еш нәрсе жасамай алмағандықтан. Ол айда шайтандардың әлсірегендігінен. Жақсы, рахмет. Осы ретте тағы да бір сауал туындап отыр. Жалпы оразаның адам нәпсісіне әсері қандай? Бұл ораза адамды шынымен нәпсіден, нәпсі құмарлықтан, шахуаттан тыяды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде кімде-кім үйленуге шамасы жетсе үйленсін, ал үйленуге шамасы жетпейтіндер ораза ұстасын деп айтқан. Бұл деген сөз адамның нәпсісін тыятын нәрсе екендігі. Жаман нәпсі құмарлық істердің баршасынан ораза қайтаратындығының дәлелі. Енді біз осы жерден көреміз, ораза ұстап жүрген адам ішіп жеуден, жыныстық қатынастан тыйылу деп айтамыз ғой. Бұл деген сөз әрі тек қана ішіп жеумен жыныстық қатынастан тыйылу емес, нәпсі құмар істерден, тіпті жаман сөздерден, көздің өзін бөтен бір әйелге немесе харам нәрселерге қараудан тыйылу деген сөз.
осы арқылы ораза болып адам толықтай есептеледі. Адам ораза ұстаған уақытында көп тартынады мұндай нәрсе. Мен оразамын ғой деп сезінгендігінен ораза ұстап жүрмін деп тәнін де көзін де дене мүшесін баршасын қорғап жүргендігінен адам нәпсісін тәрбиелеуіне ең оңай жол осы ораза жолы болады. Тағы да бір сауал, жалпы оразада адамның ниеті қандай болу керек? Ораза ұстаған адамның ниеті шынайы ықыласты болу керек. Одан кейін істеген ісін Алла тағаланың ризалығы үшін деп бекем бел байлай отыра істеу керек. Біреуге көрсету үшін, немесе ораза ұстап алып адам мен оразам бүгін деген сияқты елге мақтаныш ретінде емес, шынайы Алла тағаланың ризалығы үшін. Істеген амалдардың барлығы осы ораза айында сауап ерекше беріледі деген сеніммен дұрыс істі Алла ризалығы үшін жасап отыру керек. Бір күні бір сахаби пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтады: "Я Расулалла, мен соғыста мына таудың етегінде пәлен жерде деп бір биіктеу жерді көрсетіп айтады. Осы жерде тұрып соғысайын дейді." Неге деген уақытында, біріншіден мен жихадқа Алла ризалығы үшін соғысайын сол жерде, және екіншіден адамдар мені көрсін қалай соғысатындығымды деп өзінің батырлығын да көрсеткісі келгендігін айтады. Сонда Алла тағала бірден аят түсіреді сол уақытта: "Ман кана ярджу лиқаа раббихи фальяъмал амалан салихан ва ла юшрик биибадати раббихи ахада" деген аятты түсіреді. Кімде-кім Алла тағаламен кездесуін шынайы үміт ететін болса, ол адам салихалы істер істесін және Алла тағалаға деген ғибадатында ешкімді ортақ қоспасын деген. Ортақ қоспастан салихалы амал істеу әмір етілген. Біз осыдан да көреміз оқиғадан, яғни Алла ризалығы үшін деп шынайы ниетпен бастаған адам ортада бір пайда көру үшін, я болмаса осыны істеген кезде маған пәлен айлық ақша төленеді екен деген ниетпен емес, я болмаса біреулер көрсін, мақтанайын деген ондай ниет болмау керек. Шынайы таза ниетпен Алла тағалаға құлшылығын жасау керек. Міне ниеті осындай болған уақытта ол адамға еселеп сауап беріледі. Осы Рамазан айы келген уақытта кейбір кісілер болуы мүмкін, ұстаған оразасында ниеті басқаша болуы мүмкін. Мысалға дейік, салмақ тастау үшін болуы мүмкін. Я болмаса мына диета ұстайын деп сол мақсатта болып кетуі мүмкін. Немесе көпшілік ұстап жатыр, солармен бірге қосылып жүре берейін деген сияқты, ондай нәрсе дұрыс емес. Немесе менің денсаулығым болмай бара жатыр, осыны ұстасам денсаулығым жақсарады деген ниет. Бұл ниеттің ешқайсысы дұрыс емес. Алла тағала Құран Кәрімде бұл оразаны парыз еткен уақытта тақуалыққа жетулерің үшін деп айтқаны адамның ниетінің дұрыс болуы екендігі. Яғни Алла тағаланың әмірін орындаған уақытта Алла тағала осыны маған парыз етті, осыны орындауым керек деген шынайы ниетпен орындау керек. Сауабын береді Алла тағала, әрі осы үшін мені жәннатқа кіргізеді деген шынайы ниет, осы бізге маңыздысы. Ал жаңағыдай қате ниеттер болса, денсаулық үшін деп, немесе өзге де қандай бір мақсатпен жасалған болса, бұның ешқайсысына сауап жоқ. Тіпті ол істеген ісі үшін адам күнәһар болып қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінің хадисінде небір ораза ұстаушы адамдар бар, аш жүргеннен басқа ешқандай пайда жоқ оларға деген. Бұндай көрсету үшін істелген, немесе басқа өзге мақсатпен істелген оразаның баршасы жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан хадисіне келіп кіреді деген сөз. Ниеті дұрыс болмағандығынан. Жақсы түсінікті. Тағы да бір сауал қойып өтсек, осы ораза кезінде ел ішінен денсаулығым жарамағандықтан ораза ұстауыма дәрігерлер кеңес берді деген сөздер жиі естиміз. Жалпы бұл туралы не дейсіз? Бұл ораза ұстамауға рұқсат етілген жағдайлар бар расында исламда. Бірақ дәрігер маған кеңес берді деген тек қана дәрігердің айтқаны, ол шариғаттың айтқанына сай келмейді. Шариғаттың айтқанына сай болу үшін дәрігердің екі түрлі сипаты болу керек. Біріншісі, ол дәрігер шариғатты жақсы білу керек. Екіншіден, өз маманның иесі болу керек, медицина ғылымының. Сонда ғана сол дәрігер айтатын болса, соның сөзі өтімді болады. Ал басқа жағдайларда дәрігер айтты екен деп бет алды ауыз ашуға рұқсат жоқ ондай. Жалпы енді осы ретте қандай жағдайларда ораза ұстамауға болады? Шариғатымыз Құран Кәрімнің өзінде келтіргені: "Ва ин кунтум марда ау аля сафарин фаиддатун мин айямин ухар." Егер сендер сапарда немесе ауру болсаңдар, онда басқа күндері күнбе-күн толтырыңдар. Яғни бір күн ұстай алмаса, сол күнді орын толтыру әмір етілген. Осы аятты тәпсірлеген уақытта ғалымдарымыз тарқатып айтып түсіндіреді. Бұл аурудың шегін Алла тағала қоймаған қандай екендігі. Оны ғалымдарымыз түсіндірген уақытта былай деп айтады: біріншісі, ораза ұстаған уақытта ауру сол арқылы күшейіп кететін болса, ораза ұстамауына рұқсат. Немесе ауырып жүрген адам болатын болса, ораза ұстаған кезде сол асқынатын болса, немесе жазылуы ұзаққа созылып кететін болса, ондай уақыттарда рұқсат етіледі. Және нақты айтатын болсақ, асқазан ауруы біріншіден кіреді. Бұған ешқандай талас жоқ. Асқазан ауруы адам ұстамайды оразасын. Екіншісі, қант ауруы, диабет. Бұл ауру да соған кіреді. Өйткені ол кісілерде әрдайым су ішіп отырады, тоқтамай бұлар ораза ұстай алмайды деген сөз. Сосын жаңа осы ұстай алмайтын ауру адамның қатарына кәрілік ауруын кіргізген, қартайған адамның ораза ұстай алмауы деп бұл нәрселер кіргізген. Енді біз жалпы алғанда сол ораза ұстаған уақытта ауру күшейіп кететін болса, немесе жазылуы кешігетін болса, ауру созылып кететін ықтимал бар болса да, және ораза қатысты аурулардың баршасын кіргізе беруге болады ішіне. Өзіңіз білесіз, халық арасында көптеген сауалдар туындап жатады. Соның бірі, жалпы ораза ұстаушы тамақ дайындаған кезде тамақтың дәмін көруге болады ма деген секілді сауалдар туындайды. Және де қандай жағдайда ораза бұзылады дегенде сауалдар келіп жатады. Бұл туралы не дейсіз? Бұл ораза ұстаушы адам тамақ дайындап жатқан кезде, тамақ әзірлеу барысында дәм татып көруге бола ма, болмай ма деген сұрақ, бұл ер адамдарға қатысты емес негізі. Әйел адамдарға қатысты. Ер адамдар дәм татып көруіне болмайды. Оған тыйым салынған. Ал енді әйел адам болатын болса, әйел адамдар күйеуінің ризашылығын табу керек болғандығынан, кейбір адамдардың күйеуі тамақ таңдағыш адам болады. Тұзы сәл кем болып қалса, немесе сәл артық болатын болса, дау шығаратын да кісілер болады. Сондай жағдайда әйелдер
жұтпастан тілін тигізіп жаңағы дәмін татып көріп тамақтың дәмін білу үшін оған рұқсат етілген ислам шариғатымызда. Ал оразаның бұзылу мәселесіне келетін болсақ, бұл ораза негізгісі 3 нәрседен бұзылады: ішу, жеу, жыныстық қатынас жасау дейді. Бұл нәрсе оразаны бұзады, осы үшеуі. Ал енді ғалымдарымыз, қазіргі заман ғалымдарымызда мына күре тамырдан система салдыру деген нәрсе бар ғой. Сол нәрселердің күре тамырдан салынатын, адамға күш беретін, әл беретін нәрсенің дәрілердің баршасын осы тамақтану жолына кіргізген. Өйткені біз қазірде көреміз, тек қана система салдырып, ішпей жемей жатқан адамдар бар қаншама. Өйткені сол арқылы қоректеніп жатқан дәлел. Яғни бұл қорек болып есептелгендігі үшін бұл да оразаны бұзады. Ал жеке мына жамбастан немесе қолдан салынған инелер бұлар оразаны бұзбайды. Яғни біз немен есептеуіміз керек екенін есептеу үшін табиғи жолмен азықтану, яғни тамақтан өтпеу керек. Қандай жағдай болса тамақтан өтпейтін жағдайды қарастыру керек. Сосын мына күре тамырдан, ол да тамақтануға кіреді. Және одан кейінгі мәселе жыныстық қатынас жасау, енді бұл белгілі. Ал қалған нәрселер оразаны бұзбайды. Осыған ұқсас тағы да бір сауал: халықтың арасында түкірік жұтуға бола ма, немесе тіс пастасымен тісті жууға болады ма деген секілді сауалдар да туындап жатады. Ал шариғатымыз бұл туралы не дейді? Шариғатымыз бойынша адам аузындағы түкірігін жұтуға рұқсат. Іштегі нәрсе оразаны бұзбайды. Өйткені ол сырттан жұтып жатқан жоқ бір нәрсені. Аузына келді, іштен сілекей бөлінді, соны жұтты. Ол іштегі жүрген нәрсе өзі келіп кетіп тұра береді, ол оразаны бұзбайды. Ал екінші сауалыңызға келетін болсақ, тіс пастасын қолдану, мисуак қолдану деген нәрселер оразаны бұзбайды. Қолдана берсе болады. Бірақ тіс пастасының макрух деп есептелуінің себебі дәмі бар болғандығы үшін. Тісін жуған уақытта егер сол арқылы өтіп кететін болса, онда бұзады. Ал бірақ өткізбей жуатын болса, оразаны бұзбайды. Кейбір жағдайда қоғам арасында сапарға шығатын кезде ораза ұстау шарт па деген сауалдар да жиі кездесіп жатады. Мұндай сауалдың туындау себебі, өзіңіз білесіз, қазіргі таңда техника мен технология дамыған. Оның үстіне айшылық алыс жерлерге тез жетуге болады. Мәселен, ұшақпен болсын, көлікпен болсын. Ал бұл пікірге сіздің көзқарасыңыз қандай? Шариғатымызда сапарға шыққан адам және ауру адамға рұқсат берілген. Ораза ұстамаса, басқа күндері толтырсын орнын деп. Сондықтан сапарға шыққан адам ерікті болып есептеледі. Қиналатын болса, ұстамай қойсын, ал бірақ қиналмайтын болса, ұстауына да рұқсат етіледі. Рұқсат берілген аяттың ең соңында уа ан тасуму хайрул лакум дейді. Ораза ұстауларың сендер үшін хайырлы деп айтқан. Шамасы жетсе, оразасын жалғастыра берсін. Ал жоқ, мен сапардың қиыншылығына шыдамаймын, аузым ашық болсын десе, оған да рұқсат етеді. Бірақ ұстағаны хайырлырақ. Жалпы ата дініміз исламда ораза тұтуға болмайтын айлар мен күндер немесе белгілі уақыттар бар ма? Шариғатымызда ораза ұстауға болмайтын айлар жоқ, бірақ күндер бар. Мысалға, айт күндері. Ораза айттың бірінші күні ораза ұстауға болмайды, тыйым салынған. Сосын құрбан айттың 4 күнінде де ораза ұстауға болмайды. Оларға тыйым салынған. Және мына өзге күндерде нәпіл ораза ұстап жүрген адам жұма күні, тек жұма күні ораза ұстауы тыйым салынған. Ал енді жұма күнінде ораза ұстаймын деген адам я алдынан бір күн немесе артынан бір күн қосып ұстағаны абзал болады. Тек жұма күні ұстау тыйым салынған. Яғни мейрам уақыттары болып тұр ғой сондай. Қарасаңыз, құрбан айтта, ораза айтта және жұма күні ұстауға болмайды. Кейбір адамдар Рамазан айы келгенде басында бір күн, ортасында бір күн, аяқ жағында бір күн ораза ұстаса болады ма деген сауалдар қойып жатады. Бұл туралы не дейсіз? Шариғатымызда ораза, парыз ораза, нәпіл ораза, сүннет ораза болып бөлініп жатады. Ал енді қаза қалып кеткен болса, қазаны уажиб ораза деп айтады. Қаза қалған оразаны ұстау уажиб болады. Парыз оразаны толығымен ұстау міндет. Әрбір дені сау болған мұсылман адамға ораза ұстау міндет. 30 күн ұстайды Рамазан айында. Басында соңында деген нәрсе жоқ. Ал енді мына Режеп айының оразасы, Шағбан айының оразасы болса, бұл уақыттарда басында, ортасында және соңында 3 күннен немесе 1 күннен болса да ұстаса рұқсат етіледі бұған. Бұл нәпіл оразаларға қатысты. Жалпы осы қасиетті айда қандай дұғаларды көбейткен абзал? Дұға дегенде белгілі бір нәрсемен шектеп қойғанымыз дұрыс емес. Өзінің керекті тілек дұғаларын баршасын жасағаны жақсы. Өзінің кешірімін сұрағаны, ата-анасына хидаятын және кешірімін сұраса, отбасына берекесін тілесін және болашағының жақсы болуын тілеуі, Құранды көбірек оқуы, осы нәрсенің баршасы бұл дұғадан болып есептеледі. Күнделікті жасап жүрген нәрсені көбейткені жақсы осы айда. Өйткені ай берекелі ай, сауаптың еселеніп берілетін айы. Сондықтан осы айда мүмкіндігінше өзінің ішінде ниетінде жүрген тілек дұғасын өзінің қазақ тілінде шынайы қабыл болады деген ниетпен қолын көтеріп Алла тағаланы тілесе, иншалла Алла тағала оның қолын бос қайтармайды. Және де ораза ұстаған адамның 2 қуанышы бар екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүйіншілеп айтқан. Біріншісі оразасын ашқан уақытта қуанады дейді. Көпшілікпен бірге дастархан басына отырып, адам бірін-бірі құттықтап, ниетін қабыл болсын деп, адамның қуанышына қауышуы. Бұл біріншісі, дүниедегісі. Екіншісі, Алла тағаланың алдында жәннатқа кірген қуанышы дейді. Ол 2 қуаныш ең үлкен қуаныштың арасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келтіргендігі. Тағы да бір ескере кететін жайт, ораза ұстаған адам аузын ашып, қуанышына қауышып, Алла тағаладан тілек тілеп қол жайған уақыты ең маңызды сәттердің бірі. Дұға тілектің қабыл болатын сәті осы уақыт болып есептеледі. Сондықтан осы уақытта
аузын ашқаннан кейін дұға жасап Алла тағаладан тілеп, шынайы ниетіндегі тілек дұғасын жасау керек. Қандай тілек дұға жасайтын болса, Алла тағала сол тілек дұғасын қабыл етеді дейді. Және осы ораза айында жасалған әрбір ізгі істеріміз еселеніп беріледі. Жай уақытта берген садақадан ораза айында берілген садақа әлдеқайда сауаптырақ болады. Соның үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айы келген уақытта ерекше жомарттық жасайтын еді дейді. Қолында не нәрсесі бар болса, ерекше жомарттық жасап, адамдарға пайдалы болсын деп, әрі өзінің сауабы көп уақытта осы сауаптан құр қалмайын деген мақсатпен жасағандығы кітаптарымыздан белгілі. Осы ретте тағы бір сауал туындап отыр. Оразаның соңғы 10 күндігінде құлшылықты мешітте өткізген абзал дейді. Осын тарқатып айтып берсеңіз. Расында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үнемі Рамазан айының соңғы 10 күндігін мешітте өткізген. Бұны шариғатымызда иътикаф деп айтады. Соңғы 10 күндіктің ішінде қадір түні бар болғандығы үшін күніге күндізін оразамен, тілек дұғамен өткізсе, түнін құлшылық жасаумен және Алла тағалаға дұға жасап, көзінің жасын төгіп өткізген. 10 күн тек қана құлшылыққа арнаған. Өйткені қадір түні ішінде бар болғандығы үшін қадір түні деген бір адамның өткен өміріне тең келетін бір түн. Сол түнді зая кетіріп алмайын деген мақсатпен 10 күндігін мешітте өткізгендігі анық. Бағдарламамыздың бітуіне де санаулы минуттар қалды. Сондықтан да соңғы сауалдарымызды қойып үлгерейік. Ораза ұстамаған адам қандай сауаптан махрұм қалады деп айтуға болады. Сонымен қатар ораза кезінде сауапты кемітетін амалдар қандай? Жалпы ораза ұстамаған адам Рамазан айына жете тұра бұл үлкен нығметтен құр қалды деген сөз. Өйткені әмір етілген нәрсенің жасалуы сол нәрсе ең үлкен нығмет болып есептеледі шариғатымызда. Мысалға, намаз уақыты келгенде намаздан асқан бір құлшылық жоқ. Ал Рамазан айы келген кезде ораза ұстағаннан артық ешқандай бір құлшылық болмайды. Рамазан айының оразасын ұстамау деген сөз бүкіл нығметтен бар сауаптан құр қалған адам болып есептеледі. Және де мына екінші сауалыңызға да қатысты болып есептеледі. Бұл Рамазан айында ораза ұстап алып, елмен қатар ораза ұстадым екен деп, бұрынғы жаман іс-әрекеттерін тастамай жүрген адам бұл сауабынан құр қалған адам болады. Өйткені аузы берік болғанмен бұның істеген ісі бұрынғы күнәлі істері болса, біреуді балағаттап тілін тигізіп, немесе бір жаман әдеті бар адам болатын болса, ұрлығын қоймаған адам болатын болса, бұл адамның ұстаған оразасына не пайда болады? Қайта ораза кезінде бұл адам күнәсін солай жинап жүрген адам болып есептеледі ғой. Сондықтан ораза уақытысында барынша сауабын үміт еткен бойда жаман істерден аулақ болу керек. Жағымсыз іс-әрекеттер Рамазан айының оразасының сауабының баршасын кемітеді. Жамандықты ең жасауға қолайлы болатын адамның тілі бұл. Бірден тілімен зиян тигізеді адамға. Ораза кезінде осы тілді сақтау әмір етілген. Тіпті ол адамға біреу келіп жаман сөздер айтып жатқан болса, мен оразамын деп айтсын деген. Жаман істерге араласпаймын деген мақсатта. Шариғатымыздың әмірі осылай еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифінде «Мән сама Рамадана иманан уахтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замби». Кімде-кім Рамазан айын сауабын үміт ете отырып шынайы ықыласпен ұстайтын болса, оның өткен күнәларының баршасы кешіріледі дейді. Оразаның қаншалықты маңызды екендігін. Тіпті Алла тағала өзі құдси хадисте жеткізген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тілімен адамның әрбір істеген іс-әрекеті өзі үшін дейді, ал оразасы мен үшін деген. Уа ана ажзи бихи, бұның сауабын да тек қана мен беремін деген. Періштелерге жаздырмай, тіпті тікелей сауабын өзінің беретіндігін Алла тағала нұсқай отырып, оразаның қандай үлкен іс екендігін осы хадисте баяндаған. Кейде біз тек қана 30 күн оразамен ғана шектеліп жатамыз. Жалпы бұдан кейін де қасиетті Рамазан айынан кейін қандай амалдар жасауымыз керек? Қасиетті Рамазан айынан кейін де жасалатын іс-әрекеттеріміз бар расында. Бірақ алдын ала мына нәрсені айта кетейік. Рамазан айын толық ұстаған адам мойнындағы міндеттен құтылды деген сөз. Және Алла тағаланың әмір еткенде тікелей осы Рамазан айының оразасы болғандығы үшін 5 уақыт намазын оқып, оразасын толығымен өтеп жүрген адам, бұл адам құтылуына себепкер болады. Бірақ осыған қосымша ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айынан кейін Шәуәл айының 6 күндік оразасында ұстаған қосып. Жылына бізде 360 күн бар ғой. Ал енді сауаптар 10 есеге еселенетін болса, 30 күн ораза 300 күнге тең болса, тағы да 6 күн ұстау арқылы 360 күн болып, жыл бойына ораза ұстаған адаммен тең болады адам. 6 күндік Шәуәл айының оразасында жалғастырғаны ең хайырлы істерден. Сондықтан құрметті жамағат, ұстаған оразамыз Алла тағаланың алдында қабыл болсын, ниетіміз дұрыс болсын, шынайы ықыласпен құлшылық жасауымызды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.